Өткенге топырақ шашсаң, болашақ саған тас атады. Иә, талай нәубетті бастан кешірдік. Арыстарымыз азулы арыстандармен айқасты. Бірде жеңді, бірде жеңілді. Алайда кімнің ақыр соңында жеңімпаз болғанын төреші тарих айқындады. Бүгінгі басымыз аман, бауырымыз бүтін, есебіміз түгел болғаны сол ата-бабаларымыздың алған асулары, шалған құрбандықтарының арқасы шығар бәлкім. Қош, зерек көңілді көрерменге тақырыбымызды айқындайық. Қарағандының өнері өрге жүзген, жезтаңдай әншілермен танымал Ақтоғай ауданына жол тарттық. Мақсат, алақандай ғана ауданнан шығып, бүтін қазақтың қамын жеймін деп саяси қуғын-сүргін құрбандары болған адамдар жайлы ақпар жинау. Осы Ақтоғай ауылы орталығындағы тарих тағылымы саябағы, менің артымда тұрған ескерткіш кешені, бұл осы Ақтоғай топырағынан шыққан осы саяси қуғын-сүргін құрбандары. Бұнда 231 адамның тізімі жазылған. Иә, Ақтоғай ақтаңгерлерін ұмытпапты. Арнайы тарих тағылымы атты саябақ ашып, тұлғаларын ұлықтаған. Мұнда көзі ашық, көкірегі ояу қайраткерлерінің есімін құлыптасқа қашап жазып, бүгінгі жастардың санасына тоқымақ. Жалпы қазақ зиялылары репрессияға ұшырауына не себеп? Әңгімені әріден бастасақ, 18-19 ғасырларда қазақ даласына бекініс салып, Сырым Кенесарыдай бас көтерер ерлердің басын алған отаршылдар 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басында жер басып алуды үдете түсті. Реформаға сәйкес қазақтың шұрайлы жерлеріне қара шекпенділер қоныстанып, Ресейде босып жүрген шаруалар бері ағылды. Деректерге сүйенсек, 20 ғасырдың басында біздің елімізге Ресейден 430 мың отбасы көшіп келген. Жаңа жерге қоныстанған үшін қомақты ақша, гектарлап жер берілген кірмелерге барлық жағдай жасалды. Сол шақта Әлихан Бөкейханов бастаған Алаштың айбындылдары теңдік іздеп саясатқа араласуға мәжбүр болды. Қазақтың ұлттық территориялық автономиясын құрамыз деген ойымызды нақты айту керек. Малды жинап, аш жатқан халыққа барып тарату керек. Онсыз да өкімет бәрін сыпырып алып жатыр. Ол кісі енді ұлттық автономиясын құртты ғой, территориялық автономиясын құрды. Сол уақытта ол кісі 9 жоспар қабылдаған екен. Соның ішінде жаңағы мемлекеттің дамуы, экономикалық, саяси, қоғамдық дамуына жеке талдау жасап берген. Соның бір саласында ол кісі айтады, біз Жапонияның даму жолымен өркендеуіміз керек дейді. Себебі Жапонияда аграрлық мемлекеттен индустриялық мемлекетке ауысты дейді. Бұл жерде алаш көсемі Әлихан Бөкейханов 1866 жылы 5 наурызда дүниеге келген. Ақтоғайда туып, Омбыдағы Орман институтын, кейін Санкт-Петербург университетінің заң факультетіне большевистердің болашақ көсемі Ленинмен қатар түсіпті. Саяси үйірмелерге қатысып, қазақ даласы туралы мақалалар мен әдет ғұрып, салт сана туралы зерттеп жүрген солшыл көзқарастағы бозбаланың белсенділігін патша полициясы ескерусіз қалдырмады. 9 тіл білетін білімді Әлихан қазақ жеріндегі әлеуметтік теңсіздікті жойып, туған елінде ғылым мен білімнің дамуын көздеді. Аласапыран уақытта тынымсыз саяси күрестің ортасында жүрген қайраткер жанына білімді, көзі ашық жігіттерді жинап, алаш идеясын алға тартып, тәуелсіз мемлекет құруды қалаған. Тірі болсам қазаққа қызмет қылмай қоймаймын деген ұлт көсемі сол кездегі патша өкіметінің де, кеңес одағының да басшыларының бас ауруына айналды. Қаншама рет сотталып, қаншама рет айдауда болған Әлиханның тағдырын 1937 жылы Сталин түбегейлі шешті. Алаш көсемін тұтқындауға НКВД-ның сол кездегі бас комиссарының өзі келіпті. Тірі Әлихан түгілі оның аруағынан қорыққан кеңес үкіметі жерлеген жерін жасырын ұстады. Туыстары жұмбақ жағдайда қаза тауып, қызы Лиза Бөкейхановаға туған еліне келуге тыйым салынды. Біздің Әлихан Бөкейханның аталары, бүкіл әулеті осы қорымда жерленген. Қазақта бұны Талдыбек деп айтады. Әлихан Бөкейханов әкесі қайтыс болғаннан кейін, және де өзінің сүйікті інісі Тәттіхан қайтыс болғаннан кейін Санкт-Петербургта болып, сол жақтан жаз мезгілінде қайтып, үлкен 3 түп сәбі деген ағашты әкесінің басына алып келіп отырғызған болатын. Қорымда Әлихан Бөкейхановтың ата-анасы және бауырлары жерленген. Бұл жерге тек қана Әлихан Бөкейханов пен інісі Базылханның ғана топырақ бұйырмаған екен. Өйткені Базылхан сол
қуғын сүргін кезеңінде айдауға айдалып жіберді. Әлихан Бөкейхановқа топырақ бұйырмаса да, ол кісінің бауыры Смахан төре дейміз. Смахан Бөкейханов 1960 жылдары Әлихан Бөкейхановтың киген кейде тақиясы дейді, бас киімін әкеліп, лақаптап, қаздырып, арнайлап, Құран бағыштап, Әлихан Бөкейхановтың киген бас киімін жерлеген болатын. Алхамдулиллахи раббил аламин, ар-рахманир рахим, малики яумиддин. 32-38 жылдардағы біздің қазақ халқымен бірге қасіретті өзінің басынан өткерді. Мына жерде тұрған тізімде сіздер 236 адамның тізімін көресіздер. Бұл кісілер жаңағы үштікпенен жазалануға ұсынылған. Осының ішінде 36 адам ату жазасына кесіліп кетті. Мына жерде қарап тұрсаңыздар, мына кереметті қараңыздар. Сол уақытта жоспар қабылданған. Бірінші, екінші, үшінші категориялар бойынша ату жазалауға адамдар санын көбейту жөнінде орталық Қазақстанның комитетіне сұраныс жіберген. Жоспарды ұлғайту жөнінде. Белгілі деректерге сүйенсек, Ақтоғай ауданынан 236 адам саяси қуғын сүргінге ұшырапты. Оның 36-сы ату жазасына кесілді. Арасында қазақтың халық ретіндегі тағдыры қыл үстінде тұрған уақытта ғылым мен білімді жолға қоюды көздеген қазақтың математикадан тұңғыш профессоры Әлімхан Ермеков та бар еді. 1917 жылы халық комиссарлар кеңесінің мәжілісінде Қазақстан шекарасының дұрыс бөлінбеуі турасында мәселе қойып, Лениннің алдында дәйекті сөз сөйлеген Әлімхан Ермеков Каспий теңізі мен Ертіс өзені жағалауын бөлудегі қателіктерді қалпына келтіріп, жерді қазаққа қайтарыпты. Ғылым мен саяси өмірді қатар алып жүрген жан Кеңес одағының оғынан аман қалады. Алашорданың құрамында солақай саясатпен күрескен тұлғалардың бірі Ақтоғай топырағында кіндік қаны тамған тағы бір тұлға Жақып Ақбаев. Қазақтан шыққан тұңғыш құқықтану магистрі қазақтың әдет ғұрып заңдарын, отбасы, неке құқығын зерттепті. Қазақтың шығу тегі туралы еңбектерін жариялаған. Сонымен қатар Абай Құнанбаевтың өлеңдерін жинақ болып басылуына сүбелі үлес қосады. 1917 жылы Әлиханның артынан еріп, Алашорда партиясының құрамына енген. Қарқаралы, Семей өңірлерінде білім беру бөлімдерінде қызмет етеді. Ресейдің Воронеж ауданына жер аударылып, дертке шалдыққан үшін қазақ даласына қайтарылады. 1934 жылы Алматы қаласында ауыр науқастан дүниеден өтіпті.